Ассаламу алейкум. Ажнияз атындағы Нүкіс мемлекеттік педагогикалық институтында 2026-2027 оқу жылына қабылдау процесінде кәсіптік түртушілік имтиханларды шөкімлестіру һәм өткеру жұмыстары хақында мағлұмат береміз. Осы жылдың 7-8 июл күндері Ажнияз атындағы Нүкіс мемлекеттік педагогикалық институтында 2026-2027 оқу жылыны үшін қабылдау процесінде бакалавриаттың айрықша қабілет талап етілетін тәлім бағдарларында кәсіптік түртушілік имтиханлар болып өтті. Имтиханлар бір күнде 2 сменада дене мәдениеті тәлім бағдары бойынша сағат 6:00 һәм 17:00-де, музыкалық тәлім, суретлеу өнер һәм инженерлік графикасы тәлім бағдарлары бойынша сағат 8:30 һәм 14:00-де өткерілді. Дене мәдениеті, музыкалық тәлім, суретлеу өнері һәм инженерлік графикасы тәлім бағдарлары бойынша өткерілген имтиханлардың белгіленген талаптар теканында әділ һәм ашық айдын өтуі үшін Қарақстан Республикасы Жоғары Кеңесі депутатлары, жемиеттілік шөлкемдер, сияси партиялар, ғалаба хабар құралдары, соның менен бірге тиісті министрлік һәм шөкімдерден біріктірілген уәкілдер тарапынан қадағалаулар алып барылды. Имтиханлардың барысы интернет тармағы арқылы ата-аналар һәм кең жемиетчілік уәкілдеріне тікелей алып көрсетілді. Абитуриентлердің білім һәм көңілділіктерін бақылау үшін Қарақстан Республикасы Спорт министрлігі, Мәдениет министрлігі, Өзбекстан көркемөнер академиясы Қарақстан бөлімі, сондай-ақ басқа шөкімдерден тәжірибелі қанегерлер біріктірілген болып, олар тарапынан әрбір абитуриенттің таярлығы әділ түрде бақыланды һәм топлаған баллары сол уақыттың өзінде мәлім етілді. Биылғы жылы Нүкіс мемлекеттік педагогикалық институтында бакалавриаттың дене мәдениеті, музыкалық тәлім, суретлеу өнер һәм инженерлік графикасы тәлім бағдарлары бойынша ұлуыма 512 абитуриент кәсіптік түртушілік имтиханларды тапсырды. Ахметлісі, кәсіптік түртушілік имтиханлардың нәтижелері имтихан өткерілген күннің өзінде институттың рәсми веб-сайты һәм социалдық тармақтардағы рәсми каналдары арқылы жариялап барылды. 2026-2027 оқу жылына қабылдау процесінде кәсіптік түртушілік имтиханлар бойынша апелляциялық шағымдарды көріп шығу үшін институттың апелляциялық комиссиясы шөкімлестіріліп, имтихан нәтижелері жарияланғаннан басылап 24 сағат ішінде қабыл ету һәм көріп шығу жолға қойылды. Институтта өткерілген кәсіптік түртушілік имтиханлардың нәтижелері тиісті тәртіпте рәсмилестіріліп, білімді бақылау агентлігіне жіберілді. Бүгінгі брифингіңіз арқылы сіздерге жеткізмекші болған мағлұматларымыз осылардан ібарат еді. Саламат болың.